Сіздер қазір, сіздер бар жоғы бір 2 миллион, 3 миллион дейсіз ғой, 4 миллион, әрі кетсе 10 миллион, ой құтыламын ғой деп ойлайсыздар, иә? Сіз енді ойлаңызшы, 100 миллион, 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион қарыз болсаңыз, кімге барасыз? Кімге жалынасыз? Құдайға барасыз ғой, Құдай маған көмектес. Саған кім 500 миллион ақшаны құтылуға көмектеседі, айтыңдаршы. Туысқанын 100 мың берер, екінші туысқанын 300 мың берер, 1 миллион берер, сосын айтады, кетші айналайын дейді ғой. Өзінде проблема асынан асып жатыр дейді ғой. Саған ешкім көмектеспейтін түсіну керек. Құдайға жалына береміз. Барып, жаңа Уақиға сүресін оқып, Құдайға жалына бердім мен. Уақиға сүресі екі дүниеде де не? Жақсылық. Алла тағала айтады, кім күніне кешке Уақиға сүресін оқитын болса, мен оны екі дүниеде де байытам дейді. Екі дүниеде де ешкімге мұқтаж етпеймін дейді. Сосын мен бір рилсті көріп қалдым, қыздар. Сол рилста былай айтылған. Мен Уақиға сүресін күніне 10 рет оқып, бүткіл қарзымнан 145 миллион деді ма, сондай қарзымнан құтылып дейді. 7-8 елді саяхаттап кеттім дейді ғой. Вот, сондай құдірет күші бар ғой. Қыздар, біздің аузымыздан шыққан сөз әрбірі энергия, қыздар. Бір сөзіміздің өзінің энергиясы құндылығы күшті. Сөздің энергиясы күшті, қыздар. Сіздер білмейсіздер ғой. Өте күшті сөздің энергиясы. Сондықтан әрбір аузымыздан шыққан сөз энергия. Ал Құранның аяттарының сөздері, ол вообще энергиясы жоғары. Сенің өміріңді 180%-ға өзгертіп жібереді ғой. Түсінікті ма? Сондықтан соны оқу арқылы мен бір жағынан жаңағыдай амалдар жасадым, қыздар. Өйткені мына көз көрмейінше ми сенбейді, қыздар. Сен жаңа эмоционалды қарыздарымен өз қарыздарыңды не қылдың ғой? Жыттың ғой екі ортасын. Сосын не қыласың? Жаңа қарызыңды бүктеп қой.